Армысыздар. Ертегі әлеміне қош келдіңіздер. Бүгінгі ертегіміз қарға бойлы қазтуған батырлар. Бірінші бөлім. 90 баулы ноғайлар мәслихат төбе басында жиылып кеңес құрады. Темірдің төмен қасында Жем өзенінің жағасы мекен еткен қаласы. 18 күн кеңестен ноғайдың сонда баласы Асан қайғы ер туған Сырдарияны жағалап, Нұрдың қара байыры солай асып жөнелді. Қарға бойлы қазтуған Шам шәһәріне кетем деп, мұнда тұрып нетем деп, қарт әділ жәнеге қалған жері осы еді. Асан қайғы көскен жер шыңғырлау торат бас еді. Қызеншекті саршоқы осы судың қасы еді. Асан қайғы туғанның бөлінген жері осы еді. Қарға бойлы қазтуған мәслихаттан бөлініп, қойға қошқар салмады, сиырға бұқа салмады, түйеге бура салмады, жылқыға айғыр салмады, еркекке әйел қоспады, адамды байтақ ұстады. Доссыз тамақ бергеннен еркегі де әйелі де қайратынан айырылып бойдақ болды бәрі де. Қарға бойлы қазтуған шұбырып асып жөнелді. Шам шәһәрін жетем деп, Үшқиянға кетем деп, Ақ Балқанға жетем деп, Ақ Балқанға барғансың, ағып жатқан дария су қазтуған малын суарды. Алдыңғысы қанады, кейінгісі суы лай болып, түйесі қанбай қалады. Сөлдегесін жануар боздап ақырып қашады. Ботасын тастап, боз мая баяғы кеткен жеріне жемге қарай жөнелді. Мал суарып тұрған ер сонда көреді. Сонда көзі көреді, артынан қуып қазтуған қайрам деп жөнелді. Әрі бері қуса да, қуғанына қарамай, мая да үркіп жөнелді. Шабуыл салды жетем деп, қайырып келмей нетем деп, ботасы қалды ауылда, боз маяны боздаған, тұра қашқан анасы қайырмақ болды. Қазтуған алдына орап шығам деп, қазтуғанда келеді, көре сала жануар құлаштап мая желеді. Ақ бөкендей орғытып маяға жақын төнеді. Қазтуған қуып жете алмай, маяны қиып кете алмай, дағдарысқа жер еді. Сарсаңның шеті сабылған бір жұмаға толады. Адамның қарасы көрінсе, боз мая қаша береді. Тайғанамай тау тастан кідірмей аса береді. Маяға жетпей қазтуған ашуланып, ақыры тұлпарын басып тебініп, қазтуғанның ұлы жоқ жалғыз қызы бар еді. Жасы 15-те болса да ақылға зерек дан еді. Далаға кеткен әкесі келмегесін торығып, шешесіне сөйледі. Айналайын анашым, мен едім жалғыз балаңыз, Алла нашар қылса да келеді, неге шамамыз, бір тайлақтың артынан қуып іздеп кетті бабамыз. Жамандатқан боз мая кеткен шығар еліне, шалқып жатқан көліне, өзінің туған жеріне, оған неше кетеміз. Мұнда қалды баласы, жеріне кетті-ау шамасы, қырдан ішер суы жоқ, қорап жатқан дөң еді, өзі де бір алыс жер еді. Не шара бір құдайға адам өліп қалғанды, ноғайға хабар салайын. Қарға бойлы батырға мұңымды айтып қарайын. Сонда тұрып шешесі қызына жауап айтады. Айналайын қарағым, еркек тусаң нетер еді? Құдай нашар қылғасын, жолықтым ғой бетерге. Жөн таппайсың перзентім, артынан іздеп кетерге. Қасыңа ерсе бір ноғай болар еді, сол қалай ақсақалды жан ерсін. Талайды көрген шал ертең, қиынды қиын шығатын ақсақалды сары тісті ақылға туған кәрі етсің. Барар едің сен деді, не дейін саған мен деді. 15-ке келген қарағым, кімге ерер сенің қасыңа, ағайын туған аз еді-ау,
сөзіме менің жасыма ұзақ жолдың бейнеті береді. Қорлық басыңа көп ішіне барғанда көздің жасын көп төгіп, ал перзентім жасыма. Қарға бойлы ағаңа барып жауап айт деді. Тыңдар болса сөзіңді, елер болса өзіңді, жолдас қосар қасыңа, егер тіліңді алмаса, сөзіңе құлақ салмаса, қайтарсың балам асыға. Сонда қызы ойланды, қарға бойлыға баруға, қарға бойдың алдына өзінің ойын салуға, барын ойын айтуға, қарға бойдың алдына арызын айтты ағаға, қасына жолдас алуға. Жолдас алса жолданып әкесі іздеп баруға. Қарға бойдан қаймықпай қызда кіріп келеді, кіре сөйлей береді. Асыл артық ер деді, бір тілегім бер деді, рұқсат етсең айтайын, сөзімді тыңдап көр деді. Ақылға кәміл данамын, сізге ақыл саламын, 8 күн болды кеткелі. Бір тайлақтың соңында Қазтуған сынды бабамыз. Жолдас берсең жөн білер, соңынан іздеп барамыз. Жалғыз өзім баруға бұрын шығып көрген жоқ, қасыма ертіп алуға аға інім менде жоқ. 4 жағы бірдей құбыла, бұл дүниеде пенде жоқ. Құдай нашар қылғасын, болдым енді мен ғарып, іздеп жөнін таба алмай, алдыңа келдім зарланып, берсеңіз басшы сіз деді. Әкеміздің жолына өлеге тұрмыз біз деді. Қарға бойлы сөйледі, сөйлегенде бейдеді. Ноғайлының бастысы жиналып бері кел деді. Айтатұғын сөзім бар, жалпы тыңдап көр деді. Шақырғасын келеді, ел жиналып ордаға. Естіңдерші ел жұртым, менің айтқан сөзімді, жүректі салды бір түтін. Тұман қаптап көзімді, қанатым сынып түскендей қайғы басты өзімді. Қатарласым Қазтуған қатардан асып, Назтуған уландырды сезімді. 16 күн болыпты Қазтуған ер кеткелі, жеріне қашқан тайлақтың соңынан қуып кеткелі. Әкем менің қайда деп, болар ма оған айла деп, мынау тұрған жас бала барсаңыз, бұған тез қара, баршы болып жүретін көп Ноғайда бар мекен бұған жолдас еретін. Өзіммен туған баланың онға жасы келіп тұр, асық атып, далада балалармен ойнап жүр. Киетұғын киім бар, мінетұғын аты бар, алсаңыз қару азат бар. Тілімді алсаң ноғайлар, жерің келді аттанар, пәленше батыр деп айтуға еркін тілім келмейді, өзім іздеп кетерем. Иесіз қалар ел деді, жеріне кеттау ол тайлақ, мұнда қалды баласы, күндердің күні болғанда дұшпанның қанар табасы. Айтып болды сіздерге енді жауап беріңіз, мынау тұрған балаға жолдас боп, біріңіз еріңіз бармаймыз деп ноғайлар бәрі кейін шалқайды. Ермейтінін еркімен қарға бойлы да байқады. Қарс жауып қабағын қызға қарап сөйледі. Бектен туған баласың, жапа жалғыз қаңғырып, жарқыным қайда барасың? Алыс жолға жүрмедің, жақсы жаман көрмедің, бірлігі кеткен ноғайды қасына бірің ермеді. Ендігімді жұмсайын айтшы өзің шырағым, өзім-ақ іздеп кетерем. Асынып жаудың құралым, қалған елде қамқор жоқ, оған не амал қыламын? Енді иесіз тастасам, қаптап келіп қалмақтар білемін елді қырарын. Ел үшін туған ереді, Қазтуған да қайтпайтын, тірі болса келеді, ар намысын сатпайтын. Ашуы қатты дол еді, егескен жауын таптайтын, бойында қайрат көп еді, ерлігін елдің сақтайтын. Тілімді алсаң жарқыным, әуре болма бекерге, көштен қалмай жүре бер. Қазтуған қайтпай кетер ме? Қазақтың ұлы Қазтуған бір оралмай еліне тайлақты қуып кетер ме?
Әлі де болса күтейік, тірілдеп үміт етейік. Тіріден үміт етейік. Тілімді алсаң қой балам, қонатын жерге жетейік. Қызарған түсіп, қыз сонда сөз сөйледі безеніп. Іздеме енді нетейін, елімді будым кезеніп, жолында өліп кететін бір шыбындай жанымды атама құрбан етейін. Кез келгенде кектігін, ноғайлы көзімді оймай ма, қаңғырып кеткен әкең деп бетіме таңба салмай ма, толамай жаным төзе ме, шыдамаймын ондайға, түзден ұшқан ақсұңқыр оралып қайта қонбай ма, тірі келсе қазтуған шынымен елім деп ноғайлыны қорғай ма, өлсе өлігін табайын, өлмесе хабар алайын, талабымнан көрейін, жазылғанын маңдайға өзім қайтып келгенше отырады анамыз. Көрмесең ауыр ағажан, сырттан қорын қарап қараңыз, қорып қараңыз, тапсырды аққа мен деді. Сау саламат болыңыз, байтақ жатқан ел деді. Сонда тұрып қарға бойлы ноғайға жауап қайырды ноғайлының баласы. Ар емес пе елдікке, өздерің ойлап қарашы, қалған алыс жер деді. Бір ай болды көшкелі, шамасы қандай байқаңыз, енді ноғай сен деді. Балдырғандай жас бала, көзіне тұр жас ала, тілімді алсаң жігіттер, бір екеуің ер деді. Жалынып қанша айтса да, ерім деп деуші болмады. Қырғы бойлы сол сөз еді, сөйлеген бір өткен сондағы. Ерейін балам қасыма, жалғызбын деп жасыма, қас туғанда ел жоқтар, күн туғанда басына, жалпақ елден жан шықпайды, азғыны ел деген осы ма. Қас туған қайда дегенде не дер екен ноғайлы, дұшпан менен досына атымды әкеп байлаңдар, жау жарағым сайлаңдар. Қазтуғанға қанат пен құйрық кеттім іздеп ерімді, қамыңды өлмес ойлаңдар. Сонда қыз тұрып сөйледі, айналайын жанаға, сөзіме құлақ салаға, елді иесіз қалдырып, тілімді менің алаға, екеуің бірдей жоқ болсаң, жау созар қолын жағаға, иесіз елді жау шапса, қаларсыңдар табаға. Мен үшін сіз қайғырма, тәуекел деп барайын, өлсем жаным садаға деп асылзат тіледі. Қарға бойлы тұра келеді, қолын жайып, Құдай деп ақ батасын береді. Батасын алып, жас бала үйіне қарай жөнелді. Алдынан шығып анасы істің жөнін сұрады, баласы баян қылады. Жалғыз қайтып барасың деп анасы жылады. Жылама анам сен деді, сапарға шығам мен деді. Ақ сүтіңе разы бол, болмайды сөзім ем деді. 3 күннен кейін анашым, мінемін атқа мен деді. Жол жарағын салайын, беліңді бекем байлайын, бола бермей өлгенше өне бойым ойдағым, әкемді тауып әкелсем, соңынан ертіп тайлағын, сүтіңді ақтап анашым, болармын менде майлығың, күреңдейін тұлпарын, жетегіме алайын, жүрісі тынып жануар, жал құйрығын тарайын, шұбырған елдің ізіменен қамшыны басып шабайын, төңірекке жер жазып, көз жанарын қадайын, көп мағына аз сөзден кешікпей енді барайын. Сонда шешесі мұңайды, мұңайып тұрып жылайды. Кім көреді жасында ермек еді қарағым, сен тұрғанда қасымдай, алғаным кетіп қалғасын болып еді армандай. Екеуінен айрылып қалдым тағы сормаңдай. Шыдасын ба бейшара, ішіне шыққан балаға, кетемін деп тұрғасын, еш қайрылмай анаға қалмақ пенен бұл ындыз. Екеуі де жаман ел, сапарыңда кез болса, не қыласың балам сен? Алысып әлің жете ме?
жүзден жүйрік, мыңнан тұлпар деген бар. Күрең тұлпар болса да, онан құтылып кете ме? Ортаға түссе, басыңды тостағандай қылады. Қояма қалқам өлтіріп, тәніңді жерге тығады. Дүниеге көзің салғайсың, алыстан қара көрінсе тасаланып қалғайсың. Абайсызда қалмақтың түсіп қалма қолына, кез қыла көрме бір құдай залымдардың торына. Осынша байтақ елдерден ермеді-ау бір жан соңыңа. Арам қатқырып ұзмая бітті менің сорыма. Құдайға айттым боз қасқа, қарағым сенің жолыңа. Бұл арада зарланып қалып барам мен деді. Қозғалмайтын құлыным, келгеніңше сен деді. Тірі қайтар күн болса осы орынға кел деді. Сонда қызы сөйледі, Алла оңғарсын сапарды. Әкемді алып келемін, ақ жүзіңді анашым, осы арадан көремін қарсы алдыңнан жау келсе, қара бұлттай төнемін. Қолдаса аруақ, қолтықтап алдырмаймын, жеңемін. Қос қанатты тұлпардың шабысына сенемін. Сонда кемпір үйінен маймаңдап басып шығады. Желбегей салды желеңін, қызына қарап тұрады. Жайдақ мініп тұлпарға қолынан найза алады. Найзаға ерлік етем деп, ерлік етпей нетем деп, шапшаңдығын білсін деп, сынасын көріп шешем деп, шешесіне бұрылды. Қолыңа ал деп құмалақ найзамен түйреп көрейін, түскенше жерге домалап, шешесі құмалақ алады, лақтырып жерге қалады. Кетіп жатыр құмалақ, алдын домалап, ыңғайланып қыздағы тұлпарға қамшы салады. Жерді басып тұрмады, оғында мылтық зырлады, еңкейіп найза салады. Түскенше жерге құмалақ біреулеп шаншып алады. Ат зырылдатып өткенше 10-15-ін еңкейіп құмалақтың алады. Шапшаңдағы кемпірге баласының сонда ұнады. Азық түлік бұл алып, арқан менен қауғалып, қолына ұшты найзалып, әкесінің киген сарайына үстіне киіп алады. Үйде қалған қорамсақ ерге іліп алады. Еркектің киіп киімін өн бойына қарады. Төбеге түйіп тұлымын, қырына қанжар салады. Ат қасына барады да шешесіне қарады. Шешесі мұнда мұңайып, өксіп жылады. Жылама, көңіл тынбайды, ордасы иесіз қалғасын, қамықпай кемпір не қылсын. Қарадан туған жан едің, айырдан туған нар едің, қарағым жалғыз бал едің, кетемін дедің далаға, келгенше кімдер бар, кімдер өтер арада. Бұрсақ салып мойныма үш айналып, болайын қарғап, сені садаға қызда болсан, тұяғым қош аман бол, шырағым жар болсын, жаппар құдайым. Төбенің түспей басына келгенше қасыма мал қанар деп ойлаймын. Көзден аққан жасыма ырзамын мен деді. Тапсырдым аққа сені деді. Көргенше күн жақсы деп, қызының қолын ұстады. Тезірек бар сен деді. Кешегі шұбырған елдің соңынан сонда қызы сөйледі. Қош аман бол сен деді. Тапсырдым қаққа мен деді. Әкеме барып көргенше, қайта айналып келгенше, не көрсең де көн деді. Қылатын аққа айла жоқ. Мендей болып қаңғырған адам баласы қайда жоқ. Көлденең сыңды жағалап, жүре берді баяғы, кеткен ізді шамалап, түсіп ізге жүреді. Сонда қызың жағалап, күні түні жүргесін, құба дүнен бұл жетті, сай салада көп өтті. Шұбырған елдің ізімен дөң үстінде келгесін, жан жағына көз салып, бұлдыраған қараны алыстан көзі шалады. Екеуі басқа
Қара жоқ, екеуден басқа қара жоқ, ашылды екеуінің арасы. Біреуі бұған қарай жүрді, шамасы қасқайып келді, біреуі сонда қыздың кідіріп атынан түспей қалады, күреңге мініп алады. Жеке келді біреуі, көзін салып қарасы секілді бөтеніреңі. Қыздың келіп қасына, әй, сөйлей берді осылай. Жапанда жүрген ер деді, кім боласың сен деді. Кімде болсаң жарқыным, жауапты тез бер деді. Мен қалмақ деген ел деді. Қарға бойлы қаздуған екеуі босты дегесін шабайын деп аттанған біз бір әскер қол деді. Қарауыл едім мен деді. Айтшы кім болсаң сен деді. Сонда тұрып қызыңыз қалмаққа қарсы сөйледі, сөйлегенде бүй деді. Мен Ноғайлы деген ел едім. Асылымды сұрасаң емеспін болат құрама. Қазтуған батыр мен деді. Шаман келсе хабарла. Аяма қалмақ сен деді. Қарауылда жүр едім. Артымда әскер мол еді. 3000 кісі әскермен қарға бойлы батырың ордасында келеді. Құмар болсаң сен қалмақ жақынырақ кел деді. Беремін хабар десеңіз жинап кел әскер сен деді. Сонда тұрып қалмағың бір ауыз сөз сөйледі. Қапы болып қалмайық, алды-артымызды аңдайық. Ноғайға хабар сен салып, қалмаққа хабар мен салып, екі жақтың әскерін бәрін бірге жинайық, қаруды мықтап сайлайық. Сонда қалмақ торығып, ұрысуға қорқып, демала алмай зорығып, қайтайын кейін мен деді. Сонда қызың қарады, кідіре тұр, қалмақ деді. Тастай беріп тор атты, қалмаққа жақын барады. Көлденең найза қолға алып, түсіруге қозғалып, әскерге хабар саласың деп құр кетпесең, бұл заңғар жаралы болып барасың деп ұмтылып еді. Мынау қыз шауып қалмақ қашады, түсі кетіп сасады. Қалмақтың істеп пайдасын өлмей тұғын жерлерге қызда соқты найзасын. Бері кел, қалмақ сен деді. Қазтуған батыр мен деді. Шақырмайын әскерді. Тап осы жерге кел деді. Қайда барды қалмақтар? Әр жерінен қан ағып, басылып іске бармаққа жалтақтайды. Қаранып бір төбенің басында тұрып қалып қызыңыз. Екі атты бірдей байлады. Айлы тұрманын бекітті. Ұрысуға сайланды. 1000 кісімен ол қалмақ төбенің шықты басына. Келейін деген ой бар. Бұл баланың қасына. Қалмақ хабар береді. 2000 кісі әскерменен Қазтуған ерге жолықтым. Ұрысып едім мен деді. Оған шамам келмеді, жаралы болып, жау жақтан келгенім мынау. Жалбақтап жіберді мені ол жағып. Әр жерімнен қан ақты, найза менен шабақтап. Астында барды, күреңі тайсалатын еріміз, таймайды ешбір жарағы. Осы отырған қалмақтың жеңеме деп қорқам. Талайының жетіп ажалы, қалмақ байтақ еледі. Онан бері жақындап, жоқтау жерге келеді. Мұны көрген батыр қыз астына мінген күреңнің жал құйрығын өреді. Жау қарасын көреді. Көлденеңнен күреңменен қиғаштап басып желеді. Жауға қарап жүреді. Алдынан шығып, бұл қыздың бір қалмақ жақын келеді. Қалмақ жақын келгенде күреңнің басын тартады. Тұра қалып қалмақтың не сөзің бар деп сұрады. Қалмақ сонда сөйледі, сөйлегенде бүй деді. Мен қалмақтың бегі едім. Асыл туған ер едім. Ноғайлыдан ер көрсем, алармын басын деп едім. Қарға бойлы Қазтуған бөлінген екен Ноғайдан. Кетемін деп Шамдарға
Шығып едім мен іздеп, жолықсам деп заңғарға, соның үшін келемін. Қараны көрсем желемін, анық хабар алармын. Қар қарымыңды сұраймын, қай халықсың сен деді. Қыз тұрып сонда сөйледі. Қарымымды сұрасаң, ноғайлы деген ел едім. Сол ноғайдың ішінде өз атымды сұрасаң, Қазтуған батыр мен деді. Тұрамыз ба? Бөгеліп, соғысалық кел деді. Шыққан болсаң жекпе-жек кезегімді бер деді. Қазтуған соны айтқанда қалмағын кейін шегінді. Жасқанғанын білгесін, қыз оған тебінді. Оңдады жауға найзасын. Енді қызың ойлады өз жанының пайдасын, сонда артына қалмақ қарады кейіндеп, жылжып барады, артындағыларды шақырды. Кел жылдам деп ақырды, сонда тұрып қызыңыз салады қамшы күреңге арсылан жәрдем бер деді. Жалғыз едім мен деді, қасиетті ер болсаң әскер болып көрінші, бұл қалмаққа сен деді. Қалмаққа сол салысты, қол салысты, 3 күндей ер соғысты, қалмақпен қатты тоғысты. Қалмақ кетті құруға, мұрсат бар ма тұруға? Мүмкіндігі болғанда аттың басын бұруға. Астындағы күреңі тер шыққан сайын өрледі, омырауынан аққан тер жаңбырдай болып тамшылап, арандай аузын ашады, құлаштап аяғын басады. Аяқтан шыққан топырақ құйындай болып шашады. Атты кісі қалмақтың тайым жерге басады. Үстінен қарғып асады, қолында барды найзасы қылған аласы. Кеше күнде қалмақпенен салады, сонда соғысты, ең майданда тоғысты. Кірді ердің іреңі, қалмақтың бітті сүреңі, жалғыз ыдырап, алдартынан бұтырап, сүмеңдеп кетті барады. Күні түні 6 күн үлкен соғыс салады. Қалмақ жаман қашқасын, қолы қысылып сасқасын, ердің мысы басқан соң 1000 кісі қалмақтың жары өледі. Қотылдау тек 300-і, 700-і жоқ болды. Сол сапарда қалғаны тастай беріп, қалмақты қайта шапты атына. Байлап қойған жануар кет алсын ба далада, кісінейді қараға. Түсі қалың күреңнің торыға ерді салады. Атпенен шауып жүреді, қызды шаршап қалады. Атқа мініп алғасын, торы ат қатты ырғытты, қамысы басып сырғытты. Қамысы етіне тигесін, торы жорға жаман зырлады. Саржанның оғындай күні түні сабалап, торы ат жүрді жобалап. Елдің жолы соқпақтай, табаны жерге тиеді. Торы жорға атынан құлаштап ұрған тоқпақтай, сабалап таудан құлаған, жер жазыққа түскесін. Қызымыз көрінбей келе жатыр қарасы. Майданда жазыққа түскен қыз мұңайып бір жылайды, жылап тұрып жырлайды. Көрінбейді-ау бабамыз, отыр екен нағылып, үйде қалған анамыз. Жаман датқыр бозмая айырдың ғой бабамның, тағы айырдың анамнан. Жапанда жүріп мен дедім, бабамды көрмей шөлдедім. Сүйегін көріп бабамның қатарында өлмедім. Екеуі қатар тұрғанда ажалды неге бермедің? Көрдім жерді, жазық даласын, ең майданда зарлаттың. Қазтуғандай батырдың жалғыз туған баласын. Жетекке алдым күреңді, егер көрсең қарасын. Жарылар еді-ау жүрегім, кірер еді-ау іреңім. Сөйтіп қызың мұңайды, өксіп жылайды. Жыламай көңілі тынбайды, қамысы салды төкпелеп. Асыл туған торы жорға ат, жүрісің сенің аз ба деп,
мінген атқа өкпелеп көрінді жемнің қарасы. Қазбек қандырарлы көшкелі жер тап осы қандырар деген дөң еді. Асты-үсті жатқан жем еді. Сол мая сол қашқаннан сол жерге дейін жазбаған. Суды ішіп бозмая шөлі қанып бір тұрады. Есіне түсіп ботасы төңірекке қарай ыңыранды. Жем беруге атына Қазтуғанда келді қасына. Сауытын бойым таппады, етігін шешпей қайтеді. Етік демес сауғаны, иді мая талтайып, сүтін істіп қанады. Тұсап қойып 3 күндей батыр демін алады. 4-ші бұл күні болғанда, күн сәскеге толғанда, жетілеген торатпенен көрінді қыздың қарасы. Білінді жердің шамасы. Қатты жүрген қояма, жақындап қалдау арасы. Сонда өзінің қызы екен, танығасын Қазтуған алдына жаяу шығады. Естігенде дыбысын қызда аттан түсе қалады. Жақындасып келгесін құшақтап алып, әкесін мойнына білек салады. Қазтуғандай еріңіз құшақтай алды балам деп. Сонда қызы жылады, жылап тұрып толғайды. Айналайын бабажан, ризамын Алла бергенге, сені көзім көргенге, тең болып едім өлгенге. Көре алмай сені шөл дедім, жоқ болып ажал өлмедім. Ағайын туған болмады, 90 баулы ноғайдан бір жаман еріп жүрмеді. Қарға бойлы шақырып ноғайлыға көп айтты, айтқан тілін алмады, бірі еріп бармады. Анамнан басқа қара жоқ, жинаған дүние бұл қалды. Жаңа кірдім іреңім, жасың үлкен бабамыз, сау саламат жүрсің бе? Қуандым қатты жан баба, сізді көріп қараңыз. Осыменен бірінші бөлімнің соңы бітті. Сау болыңыздар.